Сүйінші ағай, Жетісайда жайлы мектеп ашылды. 3-ші блокта бар. Тек негізгі 5 пен 11 сыныптар ғана кіреді. Ол 1-ші этажда, 3-ші этажда бастауыштар сыныптар оқиды. Бөлек есіктен кіреді, сыртында ойын алаңдары бар. Бастауыштар мына жақта 2 арнайы спорт залдары бар. Электронды мектептен кіреді. Жоғарғы сыныптармен бірге араласпайды. Бұл жаңа әлімбеттің алдын алып сақтау жолдары бұл. Мектеп 1500 орындық, аумағы 4 гектар. 60 оқу кабинеті бар, 18 жасақталды кабинет бар. Олар информатика, физика, химия, биология, стенд, зертханалар, дизайн және технология, тағы босқа өте көп. Хореография, домбыра, футбол, робототехника, вокалдық үйірмелер жұмыс жасайды. Заманға сай әжетханалар, информатика, әрбір кабинеттің өзінің интерактивный доскалары болады. Мынау актовый залдың өзі бөлек, әлемге 324 адамға арналған. Бұндай кабинеттер, спортзалды тек телевизордан шетелден көруші едік. Ойлаңыздаршы, енді біздің балдарымыз осы мектептерде оқиды. Әр этажда өзінің ячейка, әрбір оқушыға бір ячейка береді. Еңбек кабинетінің өзі ерлерге бір бөлек, қыздарға бір бөлек. 375 оқушыға арналған асхана, бастауыш бөлек, үлкен сыныптар бөлек. Енді кухнясының ішінде бүкіл заманауи техникалар бар ғой. Мектеп басшысына ешқандай кедергісіз кіреді. Мына корпустарда турникеттің өзі кабинеттен кейін орналасқан. Есіктен кіреді, түп кире алады. Мектеп ауласында 138 камера бар. Спорт алаңы, 100 метрге жүгіретін алаң. Ұзақ қашықтықта жүгіретін алаңда резинамен қапталған. Волейбол мен баскетбол алаңы, футбол алаңы бөлек. Одан бөлек теннис те бар. Одан бөлек шетте боксшыларға арналған ойын алаңдары бар.